Қаңтардың салдары сұрапыл, жазықсыз жабылған жандар қаншама. Солардың бірі ректор Жансейіт Түймебаевтың ұлын атты деген күдікке іліккен 33 жастағы жауынгер Серікбол Мұратхан. Алматыдағы әскери сотта ісі майшаммен қаралып жатыр. Сорақсы сол, оған нақақтан нақақ жала жабылған. Оған қылмыстық кодекстің 451 бабы 2 бөлігі, яғни өз өкілеттігін асыра пайдаланып, қару қолдану дерегі бойынша айып тағылды. Сотта жауап берген куәгерлердің айтуынша, олар орталыққа жеткенде атысқа тап болған. Ескерту мақсатында аспанға оқ атқан, бірақ ешқайсысы Серікбол Мұратхан біреуді жазым қылды деген ақпаратты растамады. Сот тарапынан, қадағалаушы прокуратура тарапынан тек қана бір жақты айыптау маңызында жүргізіліп жатыр дейміз. Өйткені біздің тарапымыздан берілген бүкіл өтініш хаттар және де оған қатысты бұлтартпау шарасы, күзетпен ұстау, қандай да бір